Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мырзақып Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы. Романдағы басты кейіпкерлер. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы образ, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Сабақ мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді. Бағалау критерийі: жазушының «Бақытсыз Жамал» романдағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Дескрипторы: бірінші, тақырыпты түсінеді. Екінші, шығарма кейіпкерлерін біледі. Үшінші, кейіпкерлер бейнесін тура немесе жанама мінездеуге сәйкестігін анықтай алады. Оқушылар, өткен сабақта мінездеу туралы ақпарат алдыңыздар. Ендеше есімізге түсірейік. Мінездеу дегеніміз не? Мінездеу әдеби кейіпкерлерді таным түсінігі мен мінез құлқын таныта даралай суреттеу. Мінездеу нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар, екіге бөлінеді. Тура және жанама мінездеу. Тура мінездеу кейіпкерлердің мінез құлқын айнытпай сол қалпында баяндайды. Жанама мінездеу оған қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсетеді. Оқушылар, бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: мына алдарыңыздағы ұяшықтарға шығармада кездесетін басты кейіпкерлерді толтырасыздар. Тапсырма жауабын тексерейік. Бірінші кейіпкер Ғали, Жамал, Байжан, Сәрсенбай, Жұмантас, Шолпан. Бәрекелді, жауаптарыңыз дұрыс. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мына кестеде бірнеше үзінділер берілген. Сол үзінділер бойынша тура мінездеу және жанама мінездеуді тауып белгілейсіздер. Тапсырма жауабын тексереміз. Бірінші үзінді: бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасандағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан оғайшалау Ғали есімді бір зат еді. Бұл тура мінездеу. Екінші үзінді: бір алла болсын өзі жалғыз айғақ, тұрарлық уағданы бекем байлап, сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де Сібірге айдап. Бұл жанама мінездеу. Үшінші үзінді: енді тәуекелде батыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен? Міне сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзімізге қараған құрман болып, билікке сайлағымыз келеді. Халық сөзді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймын. Сәрсенбай біраздан соң өздерің біліңдер деп жауап қайтарды. Бұл жанама мінездеу. Үшінші үзінді: Жамалды өзінің теңіне береміз. Байжанның баласы жаман дейді. Атасының байлығы не керек? Екі дүниеде обалы маған болсын, би болмақ құрсын. Патша болатын болсаң да, Жамалды не ғып сондай жаманға қиып бермекші боласың? Бұл жанама мінездеу. Балалар, да жауаптарыңыз дұрыс. Оқушылар, сабағымыздың келесі тапсырмасы: концептуалды кестені толтырамыз. Бұл кестеде бүгінгі сабақтағы басты кейіпкерлердің өмірге қызығушылығы, адамгершілік қасиеті және оларға баға беріңіздер. Уақыт берілді.
тапсырма жауабын тексеріңіздер. Бірінші кейіпкер Жамал. Өмірге қызығушылығы, білімге құштар, зерек, езгіде өткен өмірден гөрі еркіндікке жетуді жөн көреді. Адамгершілік қасиеті, махаббатына берік. Берілген баға. Қазақ қыздарының басындағы қайғының халін ұғына білген, өз тағдырына араша түсуге дайын кейіпкер. Екінші кейіпкер Ғали. Өмірге қызығушылығы, медресе бітірген, оқыған, ынталы, мұғалім болып қызмет атқарған. Адамгершілік қасиеті, сырт келбетіне ақылы сай, мәдениетті. Берілген баға. Жанашыр, сүйгені үшін жанын құрбан етуге дайын кейіпкер. Үшінші кейіпкер Сәрсенбай. Өмірге қызығушылығы, мансап пен билікке құмар, сөзге ергіш. Адамгершілік қасиеті, қызын надан Жұманға ұзатты, мейірімсіз әкеге айналды. Кейіпкерге берілген баға. Адамгершілікпен гөрі байлық пен мақтанышты артық көретін жан. Және төртінші кейіпкер Байжан. Оқушылар, сабағымыздың келесі тапсырмасы концептуалды кестені толтырамыз. Бұл кестеде бүгінгі сабақтағы басты кейіпкерлердің өмірге қызығушылығы, адамгершілік қасиеті және оларға баға беріңіздер. Уақыт берілді. Сабаққа кері байланыс. Бүгінгі сабақта мінездеу туралы алынған ақпаратты бекіттік. Және романда берілген үзінділерді оқи отырып, тура және жанама мінездеуді тауып, кейіпкерлерге мінездеме бердік. Шығарма кейіпкерлері арқылы тура және жанама мінездеулерді жіктеп үйрендік. Үйге тапсырма. Оқушылар, өздеріне ұнаған кейіпкерлерге хат жазыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.